Бір күні қарт әке балаларын сынмақшы болып үлкеннің есігін қағады. Сол кезде келіні есікті ашады да, ой мына қақпа шал тағы келді ма дейді да, баласын шақырады. Сосын баласы келеді да әкесіне сіз неге келдіңіз деп айтады. Әкесі айтады менің дейді денсаулығым нашар, маған ақша керек, көмектес дейді. Сізге ешқандай ақша жоқ, сізге талай рет айттым ғой келме бұл үйге келме деп дейді. Неге келесіз дейді. Сол кезде келіншегі ашуланып есікті тарс жауып кетіп қалады. Сосын жаңа баласы айтады әкесіне сізге талай рет айттым ғой сіздің кесіріңізден мінекей әйелім маған ашуланып кетті, кетіңіз бұл үйден ешқандай ақша жоқ дейді. Сөйтіп есікті тарс жауып алады. Сосын әкесі ойланып жүреді да, сосын екінші баласының есігінің жанына келіп отырады. Сол кезде баласы есіктің алдынан жұмысқа шығып жатқан екен. Естіп қалады. О әке, сіз мұнда не қылып жатсыз дейді. Әкесі айтты маған дейді сенің үлкен ағаң мені шығарып жіберді есіктен қуып деді, маған ақша керек, мен көмектес, менің денсаулығым нашар дейді. Баласы ол да жыламсырап қойып жібереді. Менің дейді өзі шағын ғана ақшам бар, жинап отқан квартира төлеуім керек, маған ақша жоқ, мен оқымақшы отыруым керек, қайдан тауып беремін деп басымға отырмын, неге сіз айтып түсінбейсіз, барыңыз деп тағы да әкесін обалыстан шығарып жібереді. Сосын әкесі деген ойланып келеді да қызының үйіне келеді. Қызына келген кезде қызы о әке сіз неғылсыз мұнда, келіңіз отырыңыз дейді да. Ахуалын сұрап қызының жылы қабақсыздық танытқанын қуанып кетіп, әкесі де бірден жайдырап сөйлесе алады. Айтады маған дейді ақша керек, менің денсаулығым нашар дейді, себебі мен үлкен ұлыма барып едім, ол мені шығарып жіберді, кішкентай ұлыма барып едім, ол да шығарып жіберді, сен керек мені жылы қабақ танытып шақырып алдың, менімен сөйлесіп алсын дейді. Шынында маған ақша керек емес, мен сізге барды керісінше ақша беремін, мен балдарымды сынап едім, қандай екендігін білдім балдарымның, сен маған ең жақын адам сен екенсің қызым деп чемодан ақшаны ұсынады. Мінекей осы байлық саған. Сол кезде қыз есеңгіреп жоқ әке маған ақша керек емес, сіздің денсаулығыңыз маңызды маған, ешқандай ақша емес, ақшаны өзіңіз алыңыз дейді. Сол кезде әкесі түсінеді ең жақын адам қыз екен. Қартайған кезде әке шешелеріңізді жалғыз қалдырмаңыздар.